1 минут. Сабақтың мақсаты заттың атын, қимылын, әрекетін, сынын қолдану. Жазу жолын, жолақтың жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әр элементтерін, әріптерін бір-бірімен байланысын көркем жазу талаптарына сай жазу. Қалай жазамыз? Жақсы. Көркем қылып сызықтан аспаймыз, әдемі қылып не істеуіміз керек? Керек. Жазу әдісі бойынша топқа бөлінеміз. Қолдарына қима қағаз беремін. Осы қима қағаздағы суреттерді құрастыру арқылы қандай топ екендігін анықтаймыз. Жарайды ма? Онда осы қима қағаздағы суреттерді құрастыра бастаймыз. Жақсы балалар. Бірінші топ велосипед тобы, екінші топ хоккей тобы, үшінші шаңғы тобы. Жарайсыңдар. Балалар, ережені еске түсіреміз. Еске түсіру үшін ережеміз қандай еді? Кім айтады ережені? Заттың атын білдіретін сөздер нелер, кім кімді деген сұрақтарға белгісіз. Жауап? Жауап белгісіз. Жақсы. Тағы кім айтады? Заттың атын білдіретін сөздер нелер, кім кімді Сұрақтарға жауап береді. Ал. Заттың атын білдіретін кім, нелер, кімді толықтырамыз. Заттың атын білдіретін сөздер кім, кімді нелер, Сол сұрақтарға жауап береді. Қиын. Деген сұрақтарға жауап береді. Жақсы, өте жақсы балалар. Олай болса, осы сұрағымызды дәлелді ретінде толықтыру үшін бірінші топтан бастаймыз. Енді шыға қой. Тең бір доп әдісі бойынша допты кім дәлдеп тұрып қақпаға мергендік көрсетеді екен. Кел ғой. Ал кез келген. Оқиын ғой сөзді. Не? Жарайсың. Кел ғой. Жақсы. Жақсы. Кімдер? Жақсы. Жаттау. Балалар, сендердің қалай жаттап келгендеріңді және жаттауларды қалай айтқандарың үшін мен сендерді бағалаймын, асықпенен бағалаймын сендерді. Сондықтан жаттауымызды әдеміліктеп айтамыз және бағамызды аламыз. Келістік қой? Ал енді жаттаудан бастаймыз. Айта ғой. Қолға сабын аламыз, мөлдір суға саламыз, жиі жуу керек, ақ көбікке малып. Жарайсың? Айтамыз. Айта ғой. Айтам. Дауысын шығармайсың. Орнынан тұрып дауысын шығармайсың. Жақсы, жарайсың. Айта береміз. Жарайсың, айта береміз. Қиын жолда қалмаққа мұрнап. Қандай істеп
мен сендерге жұмбақ жасырамын. Жұмбақтың шешуін не істейміз? Жақсы шешуін табамыз. Олай болса, тас шеңберді айналып, тұр қазықтай байланып, қаға берер таңдайды, әдетінен танбайды. Не деп ойлайсыздар? Сағат. Жақсы балалар. Жұмбақтың шешуі не себептен тас шеңбердің ішін айналып дейді? Шешуі сағат. Жақсы балалар. Бүгінгі жұмбағымыздың жауабы сағат. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 1 минут екен. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Неге байланысты екен? Сабаққа байланысты екен, 1 минутта. 1 сағатта қанша минут бар балалар? 1 жылда қанша ай бар балалар? 1 жылда қанша ай бар? 12 ай бар. Bir ayda неше күн бар балалар? 1 ayda неше күн бар? 30 немесе 31 күн. 1 аптада неше күн бар балалар? 1 аптада неше күн бар? 7 күн бар. Жақсы балалар. 1 аптада 7 күн бар екен. Жақсы. Олай болса сабағымызды жалғастырайық. 1 минут әңгімесімен. Талғат ылғи кешігетін, 1 минут тұра тұрыңдаршы деп тостырып қоятын. Қыста шаңғы жарысы өтті. Оның досы Санжар 1 минутқа озып келді. Сонда әкесі жымиып былай деді: ештеңе етпес, 1 минут уақыт па? Уақытты бағалайық балалар дейді. Әңгіме туралы мәтін. Санжар мен Талғат туралы. Жақсы. Талғат үнемі не істеп жүреді екен? Неше минутқа кешірді? 1 минутқа кешіреді екен. Келген кісілерді есіктің алдына не істеп қояды екен? Не істеп қояды екен келген бол? Есіктің алдына тостыртып қояды екен. Мені не істеші дейді? 1 минут не істетір дейді? 1 минут күте тұршы деп тостырып қояды екен. Ал қыста қандай ойынға барады? Жарысқа барады олар? Шаңғы жарысына барады. Талғат кіммен барады? Санжармен. Жақсы. Санжармен Талғат жарысқа түседі дағы. Кім 1 минутқа озып кетеді? Санжар. Талғаттың әкесінің осы кезде әсері қандай болады? Сәл ғана не істейді? Дұрыс айтады. Сәл ғана не істейді? Жымияды дағы. Не істейді? Баласының неше минут қалып келетқанын не істейді? Біледі, кімнен қалып келеді? Санжардан 1 минут қалып келеді. Сондықтан балалар, әр минуттың өзіндік бағасы болады екен. Еш уақытта кешіктірмеу, біреуді тостырмау деген нәрсе болмайды. Талғат пен Санжардың жарысы. Енді осы жерге бізге балалар тапсырма берді. Балалар, шаңғы сөздеріне сұрақ қойыңдар дейді. Сұрақ қояқшы, балалар. Балалар, жақсы кімге? Шаңғы. Жақсы, шаңғы не? Балалар? Жақсы, өте жақсы балалар. Тамаққа өте жақсы қатысып отырмыз. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күнді дәптермен жалғастырамыз. Олай болса дәптермен жұмыс. Дәптерді көлге қоямыз. Қалай түсінгенімді білу үшін мен сендерге қосымша тапсырма беремін. Осы тапсырманы 3 топқа бірдей қылып беремін. Сол 3 топтағы тапсырмамызды кім бірінші бітіреді және тиянақты түрде түсінген балаларды анықтайтын боламыз. Түсінікті ғой? Оқимыз, берілгенді оқимыз және ары қарай топпен жалғастырамыз. Жақындаймыз топқа. Үлкен қып соған сүйдіріп жазамын. Рахмет. Енді бүгінгі сабағымызды ойымызды тиянақтау үшін данышпан үкімен кері байланыс аламыз.
Үшінші, бізде қандай топпыз? Шаңғышылар топ. Келе қойыңдар. Сабақты түсінгенімізді, түсінбегенімізді біз данышпан арқылы білетін боламыз. Келе қойды. Ал, кітаптан алып суретке барып жақтырамыз. Көк түсті көкке подкастырасыз, қызылды қызылға, жасылды жасылға. Жақсы. Келе қойыңдар, кел. Зейін тездетеміз. Тез апарып жақтыра береміз.